Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының облыстық филиалында деңгейлік курстардан өтіп, біліктілік емтиханын сәтті тапсырған 150 ұстазға сертификаттар табысталды. Салтанатты шараға Омбы облысы делегациясының өкілдері қатысты. Деңгейлік бағдарламалар курсы ақпанның 2-сі мен сәуірдің 25 аралығында өткен болатын. Оған өңірімізден 150 ұстаз қатысты. Айту кету керек, біліктілік емтиханның нәтижесі бойынша жергілікті мұғалімдер 99% үлгеріммен еліміз бойынша алдыңғы қатарға шықты. Бұл бағдарлама Кембридж университеті мен Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымымен қоса бірлесіп дайындаған бағдарлама. Сол бағдарлама бойынша біздің біліктілік арттыру институтында 3-ші базалық деңгейлі бағдарламамен мұғалімдерді дайындаймыз. Бұл бағдарламаға облыс педагогтері қатысады. Облыс педагогтарының үздік көрсеткішке қол жеткізуі деңгейлік бағдарламалар орталығы мен институт ұжымының жүйелі жұмыстарының нәтижесі дейді. Біздің облыстың мұғалімдері жаңа бағдарлама бойынша терең білім алып шығып отыр. Бұл алған білімді ертеңгі күні өз мектептерінде практикаларына енгізеді. Және өз практикаларына көптеген өзгерістер алып келеді. Ұстаздарға сертификаттарды тапсыру рәсімі барысында педагогика қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтының директоры Алма Мырзалинова мұғалімдерді құттықтап, атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Бәріміз өте қуаныштымыз. Осы Өрлеу институтына келгелі көп білім алдық. Үйренгеніміз өте көп. Біздің айтар алғысымыз өте көп. Осы институттың мұғалімдеріне, тәлімгерлеріне, осы мұғалімдердің арқасында біз өзіміздің білімімізді тереңдете түстік. Оқушының қаншалықты жоғары деңгейге көтеру сапасын үйрене түстік. Сонымен қатар жиынға халықаралық серіктестік аясында Омбы облысы делегациясының өкілдері де қатысқанын айта кеткен жөн. Мөлдір Мақышева, Юрий Исқақов, ақпарат.